Қайырлы күн достар, бүгін біз екінші блогымыз осы Технодом дүкеніндегі 400 теңгеге дейін қандай ноутбук алғанда жұмыс істеймін, монтажбен жұмыс істеймін, фотошоппен жұмыс істеймін, немесе ойын ойнаймын деген кісілер болатын болса, қандай ноутбук аламын деп басқа қатып жүрген болса, онда осы видео сіздерге арналған. Сол үшін тағы да біздің Илья бауырымызбен бүгін 400 мың теңгеге дейін ноутбуктарды айтатын боламыз. Жүріңіз, Илья. Начнем определенно вот с этой модели. Стоимость ее 390 тысяч. Что мы имеем в данной модели? Здесь расположенный i7 процессор на 9-м поколении. Оперативная память 16 гигабайт, что уже в 2 раза преимущество, чем на тех моделях, допустим. И 1 терабайт памяти и видеокарта 1650. Это одна из топовых видеокарт на данный момент, с объемом памяти в 4 гигабайта. То есть, определенно эта модель заслуживает первое место. Ядро. 4-ядерный и 8 логических потоков. Это первый. Первое место, да? Да. По второе место тоже Lenovo, но игровая серия Legion уже идет. За счет чего? За счет того, что здесь уже идет SSD. SSD идет на 512 гигабайт и видеокарта 1650, аналогичная. То есть конфигурация полностью аналогичная той, которую мы рассматривали до этого, но вместо жесткого диска здесь уже SSD и процессор идет i5. Поэтому этим он немного уступает, но тем не менее заслуживает второе место. Второе место. Что? HP, да? HP, игровая серия Pavilion. Здесь идет процессор i5 на 8-м поколении, оперативная память 8 гигабайт и видеокарта 1060, одна из топовых, с объемом памяти на 3 гигабайта. Доработанная система охлаждения, 2 усиленных подшипника, акустическая система Bang Olufsen, расположение динамиков вертикально, не горизонтально спереди. А у Asus'ta Asus. У Asus есть одна интересная моделька. Пойдемте покажу. Стоимость 380 тысяч. Та же аналогичная конфигурация, то есть i7 процессор на 9-м поколении, стоит SSD на 512 гигабайт. И видеокарта класса немного пониже, чем у Lenovo Legion. Здесь стоит 1050 с объемом памяти 4 гигабайта. В принципе, для таких задач, как монтаж, проектирование, 3D Max, CorelDRAW, особой разницы нет. Да, между теми и теми. Если поиграть, допустим, и поиграть более серьезные, одни из топовых последних игр, то однозначно нужна будет видеокарта 1650, то есть рассматривать можно вон ту модель. То есть первое, второе, третье, тогда уже четвертое место. Достар, бүгін біз Илья бауырымыздан үлкен жалпы консультация алып отыр. Бәрін идеально айтып беріп отыр. Сонымен достар, ол кісінің айтуы бойынша бірінші орынға Lenovo түрін ұсынып отыр. 330 теңгеге 400 теңгенің ноутбуктары более игровой ойын ойнағанға және жұмыс істегенге осы түрін ұсынып отыр. 330 теңгеге 400 теңгеге дейін. Ал одан кейін екінші дейді 310 мың теңгеге. Тоже Lenovo, бірақ өзім процессорына мен сіздерге айтып берейін, қайталап айтайын, егер характеристикасы мына жанында тұр, уақыт кетірмей ақ қояйық. Одан кейін мынаның да характеристикасы жанында шығарады. Көрсетіп көріп алсаңыздар, мен сіздерге айтайын қайталап. Ноутбук алатын кезде мен сіздерге айтайын, 4-ядерный, егер сіздер жұмыс істейтін болсаңыздар, осындай монтаж жұмыс істейтін болсаңыздар, фотошоп ашатын болсаңыз, немесе проект жасайтын болсаңыз, 3D Max пен жұмыс істейтін болсаңыздар, или ойын ойнайтын болсаңыздар, мен сіздерге айтайын, ең кемі 4 ядер. Одан кейін азуы 8 гигабайт, ең кемі, немесе 16 гигабайт, вообще супер болады. И одан кейін мән беретін нәрсе видео картасы. Егер видео картасы көтеремін, соған да үлкен мән беріңіздер. Міне де соның бәрін сіздерге көрсет, характеристикасын бәрін түсінікті ғой. Мен сіздерге айтайын, бір жалпы бүкіл халықтың арасында көп опрос бойынша ең көп жақсы сұранысқа ие болған Asus'тың ноутбуктары. Не үшін? Себебі бұл ноутбуктар өзінің жұмыс істеу барысымен және жұмыс істеу принципі және вообще қатпайды, ойын ойнау кезінде және монтаж жасаған кезде деген секілді өзінің жұмысын өте идеальный және ешқандай зависеть етіп қалу деген нәрсе болмайды. Сондықтан да көбісі Asus'ты ұнатады. Егер ойын ойнап жүрген адамдар болатын болса, реально. Одан кейін тағы бір бізге версиясын, бірақ бағана айтып отыр, бізде бірінші версия Lenovo дейді. Бірақ Lenovo'ның просто мен жақсы отзыв естіген жоқ, просто кісілер Lenovo просто мен әлі нарықта қолданып көрген достарым бәрінің айтуы бойынша Lenovo'ны әлі ешкім жақтырақ қойған жоқ.
в общем ана кнопкаларын басқан кезде бір жылдан кейін кәдімгі сақылдап қалады. Түсіндіңіздер ғой? Иә, короче, примерно түсіндіңіздер ғой? Мен айтарым сіздерге Asus алатын болсаңыздар. Не HP. Одан кейін мына HP жаңа шыққан дейді 300 мың теңге дейді. Вот идеальный баға. Мен өзімде HP ұстағам, 5 жыл қолданғам, ешқандай завис еткен жоқ, ешқандай неғған жоқ. Бағана айтып берген жағдай. Киімі ядросы 4 болу керек. 4 ядерный болу керек. Одан кейін азуы киімі 8 гигабайт. Егер комп алатын болса, видеокартасы да соған сәйкесінше болу керек. Түсінікті ғой? Одан кейін мына 300 мың теңгеге дейін андай ноутбук бар. Егер алам десеңіздер, осы технодом келетін болсаңыз, міне осы HP и ойын ойнағанға, жұмыс істегенге де мына процессор жаңа характеристика жанында шығады, айтып қойғандай, көп уақыт кетірмей қойып. HP-дің просто жұмыс істеуі, несі бәрі стандартный, бәрі идеальный и просто жұмыс істегенде просто кайф аласың. Сонымен достар, мен сіздерге айтарым, соны қорытындылайық бүгінгі блогта. 400 мың теңгеге дейін жалпы более профессиональный, жалпы монтаж жасағанға, немесе фотошоппен жұмыс істеген кезде, немесе проектированиемен жұмыс істеген кезде, жасаған кезде жалпы жұмыс істеуге арналған ноутбук қаласаңыздар, более программа көтеретін осы мен айтайын осы HP, бағаларын көтересің, бағадан қиналып тұрған болсаңыздар, 299 мың теңгеге, чем Lenovo'дан көріп просто мен әлі нормально отзыв естіген жоқ. Немесе мынау Asus 380 мың теңгеге. Просто мен әлі Asus'тың ноутбуктарынан, жалпы комптар нелерінен әлі бір кері отзыв естіген жоқ. Более мощный даже телефондарды олардың игровой, яғни ойынға арналып шығады. Яғни ойын көтеріп деген сөз бұлардың бағанағыдай жұмыс программаларды көтереді. Егер ноутбук алатын болсаңыздар, видеокартасы, азуы, одан кейін ядросы 2 ядро ең кемі. Или на игровой не жұмыс істейтін болса, 4 ядродан кем болмақ. Түсінікті ғой? Соның бүгін блогымыз аяқталды, достар. Енді достар мынау ғой, каналға тіркеліп алыңыздар. Бұдан да қызықты видеолар шыққан қаласаңыздар, видеоға каналға тіркеліп алыңыз, одан не істейді? Лайк басыңыздар, айтпақшы, лайк басыңыздар, қоңыраушаны басып қойыңыздар. И келесіде қандай видео шыққан қалайсыздар, қандай обзор болған қалайсыздар, және қандай дүкенге барғаныңыз қалайсыздар, сол үшін комментарий жазып қойыңыздар. Айтып қояйық достар, бұл өшір тек қана технодом дүкенінде ғана ноутбук маркаларын айтадық. Xiaomi нелерін айтқан жоқпыз. Тек қана осы технодомда бар. Егер технодом келген кезде қандай ноутбук аламын десеңіздер, ол осы біздің консультация. Түсінікті ғой? Рахмет тапсырыңыздар. Үшінші блог келесі мынандай болады. Более профессиональный, 400 мыңнан жоғары қандай ноутбук алған дұрыс, кәдімгі геймерлер болады, соларға арналған қазір мына жақта түсініп көреді. Солардың ішіне айтамын сізге. Рахмет.